Армысыздар менің құрметті көрермендерім. Сәуленің әңгімелері атты жаңадан ашылған қазақ каналын қолдаңыздар. Мен сіздерге қызықты оқиғалар желісімен аудио әңгімелер ұсынамын. Менің арнама жазылып, лайк басып, жақсы пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Арай мұғалім. Мұғалім болғанда да білдей орта мектептің оқу ісінің меңгерушісі, яғни завуч. Алдында 700-ден астам шәкірті, бәленбай әріптестері бар. Ойбай-ау, көрші көлем ағайын тума бала-шаға ше. Мына сұмдықтан кейін бәрінің бетіне қалай қарайды. Мұндай бейшараның сөзі кімге дәрі болады, кім тыңдайды? Ойбай, олар әлден-ақ сыртынан саусағын шошайтып күліп жүргенде шығар масқара. Тіпті мына өзінің туған қыз ұйыған аяқ-қолын уқалап бетіне телміріп отырған перзентіне тіке қарауға тайсақтайтыны несі? Күн жексенбі болатын. Көрші әйелмен әңгіме-дүкен құрып, кешке баратын той иелеріне сөз қылып, жайма-шуақ отырған. Ей балам, ана тоңазытқыштағы женттен әкелші, аузымыздың дәмін алып шай ішейік. Кенет шай құю қастарында монтиып отырған сәулесі, оны сіз нағаш апам келгенше тиіспеңдер дегенсіз бізге, демесі бар ма? Артынша көршісі мен қызының неге шаң-шұң болып кеткенін қапелімде ұқпай қалды. Көзі жасқа толып, долырып алған қызы, сіз ғана ештеңені сезбейсіз, әлде түк намысыңыз жоқ, деп қызы қонақ бөлменің есігін тарс жауып кетті. Арай меңірейген күйі көршісіне қарады. Бейне мына сөздің бәрін ол теріске шығарса, өмір баяғы ырғағымен жылжи беретіндей көрінді. Мына айтылған оқиға мүлде бөлек, өз емес, басқа біреулер жайлы айтылғандай. Есек дәмемен жалқынышты көзбен мөлиіп қараған шығару сол сәтте. Бірақ олай болмады. Өлде маған. Сенің байың осы ауылдағы қатынның жартысымен ойнас. Ал не қыласың? Менің сәулем де сенің байыңнан. Ол кезде жас едім. Сенің өнерлі қызыңа ұқсасын деп ырымдап атында солай қойдым. Ал не қыласың? Миы ми емес, ішінде біреу темір балғамен жүздік жоқ мыңдық жұп жуан темір шегені тарс-тарс қағып жатқандай. Қазір шай ішіп болысымен 15 минутта тиянақтай салармын деген келесі аптаның жоспары қайда? Компьютерін ашқанымен ойы тұман. Қай кнопкасын басу керектігі мүлде жадында жоқ. Ол түгілі қарапайым күйеуінің жейдесін қалай үтіктеуді де білмейтін сияқты. Бөлмеде құр сенделе береді. Бір шүберекті қолына ұстаса, оны көзіне тақап, онымен не істеу керектігін білмейтін жанша құр сілейіп қалған. Сөйтіп кеш батты. Күйеуі келді бұрқырап. Болсаңшы, сыртта машина күтіп тұр. Бүгін тойға баратынымызды ұмытып қалғансың ба? Сонда барып Арай есін жиды. Сонда Арай өзінің осы салқам сері жігіттің жары болып 18 жыл бірге өмір сүріп келе жатқанын, кәрі әке-шешесін өз қолымен арулап қойғанын, осы елдің бота тайлағы ауыл аймағы түгел жеңешелеп өзіне құрақ ұшып тұратынын, соның бәріне өз еңбегімен, өз беделімен келгенін, ал мына міскін тойда саба болып, ойбай-ау, сол сөздің бәрін осы Арай емес пе жазып дайындап беретін. Ал солай-ақ болсын, қатындарға барсам қайтеді екен? Рас, барғам, барып та жүрмін. Ал не қыласын? Мен бекем, өздері жармасады сол қатындар. Біле білсең, мен олардың сауабын алып, құмарын қандырып жүрмін. Бүйтіп жындана берсең, сол қатындардың біріне қолына кіріп аламын. Сенен 15 жас кіші ана Роза, сенен 10 есе сұлу, құшағы өрт, ал естігін келгені сол ма? Мәссаған, ұялу қайда, тәубесіне келу қайда? Арайдың күткені бұл емес еді. Дүние көз алдында дөңгелене жөнелді. Жауырыны удай ашып, аяқ-қолынан жан кете бастады. Кеудесінен ауырта нұқылғаны мына жан ауруының қасында түк те болмай қалды. Бұл уақытта көршінің мысқылынан анасын арашалаймын деп бар сырды намыстанып аша салған 17-дегі сәуле осының бәріне өзін кінәлап есіктің сыртынан тыңдап тұрған еді. Мама деп үрейлене шыңғырды. Келесап анасының сол жақ бетін алақанымен басты. Бейне бір қисайған бет-аузын алақанмен ұстап тұрса, орнына келердей. Сол сәтте Арай бірде келіп, бірде тоқтап жүрген итеккірдің лақ ете түскенін сезді. Креслоға өзі отырды ма, күйеу итеріп құлатты ма білмейді. Қап, өткен айдың басында ғана әкеліп, әлі көп жұрт көре қоймаған жап-жаңа дүниесі білінді-ау. Ей Арай, саған не болған? Қатын десе қатын екенсің.
Көзін ашқанда қолында инесі бар ауыл дәрігерін көрді. Ол да мұның көзін ашқанын көріп қуанды ма, жүріңіз төсегіңізге апарайық деді. Қызы шыр ете түсті. Қозғамаңыз, қазір қозғауға болмайды. Әсілі қызы мына екі дәрігерден де көп білетін сияқты ма? Қалай өзі? Екі ересек кісі тырнақтай қызға бағынып үнсіз қалды. Кейін айтады врач. Сол кезде сізді қозғар болсақ, шынымен де жоғалтып, не мүгедек болып қалатын едік. Менің де есім шала кетіп қалыпты. Мама, ұйықтасаңшы деп қызы жалынғанмен кірпігі түк ілінер емес. Дәрі де әсер етпейді. Бар өмірі сурет болып көз алдынан жылжуда. Бұл сатқындық қайдан шықты? Өзі қалай сезбеді? Бөтен біреулер туралы естісе, не аяп, не анау әйелдің өзін кінәлап, айтушының жетегіне ілесіп, өзі де талай. Ой Алла! Сәуленің таң ата келген шала мас әкесін Нұрланның бөлмесіне жатқызғанын, оқушы іні-сіңлілеріне таңғы ас әзірлегенін сезіп жатты. Япыр-ау, мына 5 баласын әкесі жоқ, әкесі кетіп қалған, әкесі тастап кеткен жетімдер дейді-ау енді ел. Бой жетіп отырған сәулесіне құда болсақ дейтін таныстары көп. Енді әкесі жоқ қызға сол таласушылар не дер екен? Өткен тойда тап мына өзі солай әкесіз қызды кемітіп сөйлеген. Масқарай. Енді сол әйел тап сол өзінің шұлығына да тұрмайды деп сипаттап отырған әйел табалайды-ау енді өзін. Елес пе, таңда талықсып көз ілінді. Әйтеуір ап-анық көрді. Күйеуі жол апатынан кейін жамбасы сынып қозғала алмай қалған кез екен дейді. Көзі жәудіреп арайды қос қолмен ұстап алған. Мен енді мүгедек боламын ба? Ешкімге керек болмай қаламын ба? Енді осы бір баламен ғана қаламыз ба? Мынауым неге қозғалмайды? Мен қалай өмір сүремін? Сонда арай байын барынша тыныштандырып жұбатқан. Бәрі уақытша нәрсе, әлі талай бөпеміз болады деген. Күнде ауруханаға келіп күйеуін тамақтандырып болып, дәрігерлерді жағалап, ұятты ысырып тастап, оның сұрақтарына жауап іздеді. Массажист жалдады. Аз ғана шәкіртақысын жеткізе алмай түнделетіп қосымша жұмыста істеді. Тұңғышы өмір есігін ашқанда байы да бабына келіп құтырынып тұр еді. Елде босанды. Енесі марқұм жайлы адам еді. Бірден мектепке қызметке шығып кетті. Байының үйге бір тиын әкелмейтін ол кезде ескеріп жатпапты-ау. Қызы қасына келді. Маматай, тұрыңыз, киіндірейін. Инва-такси шақырып қойдым. Тәтеме айттым, сізді Алматыға апарамын. Сабағың бар ғой. Мен бүгін тәуір сияқтымын. Ешқайда бармай-ақ қояйыншы. Жоғарыдан фронтальный тексеру келе жатыр деген мектеп. Жоқ, сіз жұмысқа бармайсыз. Директор апайға кеше ескерткенмін. Дәрігер тәтей қағаз жазып берем деді. Арай жас баладай қызының ырқына көне берді. Алматыда нағашы сіңілісі екеуі ақылдасып жоба құрды. Опасыз еркекті тағдырдың жазалауын күтпейік деді. Әуелі сіңілісі сол ауылдағы өз шәкірті ауыл дәрігеріне тапсырма берді. Розаға бұл сол жездесі үйленем деп қоқиланған перизат. Сол ауылдағы жеңіл жүрісті сылқым. Анализ тапсырт, сосын күн ара шақыртып күдік туғыз, спидке анализ бересің де. Төсектес болғандардың тізімін жасат. Әйтеуір маза берме, сөз тарат. Ал жездеме мына дәріні бер. Бұл қағазға онша зиянды емес. Қорықпа, аурухана төсегіне таңылғандарды жыныстық құмарлықтан уақытша тежейтін нәрсе. Негізі жүргіш еркек 50-ге жетер-жетпес тоқтайды. Дүниежүзілік статистика сондай. Әсіресе мына экология асқынып тұрған заманда баяғы 90-бай 100-байдың дәурені көзден бұл ұшқан. Байғұс еркектер қуаты кеткен соң жас қатынға керексіз болып қаңғып қаларын ойлай алмайды-ау. Қорқып отырған арай жоқ. Қазір ашу үсті сол нәрседен өмір бақи бір жолата айырылса да, иек астында елу тұр. Отбасы намысын ол ойлай алмаса, арай ойлайды. Арайлардың ашуы қатты болады.